қыз баласында мына дәулеткерей тәттім беттер маған сиыр сауғызбаған. Иә, Тәтеміздің қолы тоңады. Әге жаман қатын деген үйге келгенде айтады ғой. Тәтеміздің қолы тоңады қыста. Ұртоқпақ ұлымыз ғой, сиырды біз сауып берейік. Деп отырып, біздің отбасында мынау ұлдың еңбегі, мынау қыздың еңбегі деген аражық болмаған. Адам баласы бәрін игеру керек. Мынандай ғой, болғанда біреу аяқ, біреу маңдай, болады ісіміздің артығандай. Балалар жатпай тұрмай өнер үйрен, жасыңда білген өнер атқан таңдай. Жасынан бала өнерлі болып өсу керек. Нәрсеге ұмтылу керек, бәрінен қалмау керек. Үстіп жүріп сабақтан біреу қалған жоқ. Ана Тамара деген қызағы немене текеметпен қараластырмақ жасап, Америкаға барып келді, соғыз Москвадан бітірген қыз. Білдің бе? Орысша немене шет тілдер университетін бітірген қыз. Бізде енді өзі оқымағаны жоқ, оқып жүріп те, тоқып жүріп те, уақыттың алтынын пайдаланып отырып, көзімен көргенді ұғып отырып, енді ар жағында да бір кішкене рух бар ғой. Бар ғой, қан бар ғой. Қазақ рух бар. Қанына сіңген бар. Оларды бұлай бұлтартпаған жағдай бар. Сондығыменен барып, балалар солай өскен.